Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Бұл өздеріңізге Рамазан айына арналған біздің подкаст жобамыз. Бүгінгі тақырыбымызды біз Рамазан айына арнап отырмыз. Міне айлардың сұлтаны Рамазан айы да келіп жетті. Осы орайда біз студия қонақтарын таныстыра кетейін. Менің оң жағымда отырған әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Құрмаш Маханов ағамыз келіп отыр. Және одан кейін осы республикалық Астанадағы бас мешіттің имамы Қанат Қыдырмин ұстаз, қош келдіңіз. Және менің сол жағымда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Медет Құрмашұлы ұстазымыз. Сонымен қатар Астанадағы Әбу Нәсір Әл-Фараби мешітінің наиб имамы Әділхан Әлиханұлы ұстаз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Алейкумассалам. Енді аға бауырлар, 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айы міне төрімізге осы келіп жетті. Бүкіл мұсылмандар асыға күткен ай. Ең әуелі осы 30 күн оразаның қадірі, бұл құлшылықтың маңызы туралы менен Медет ұстаздан сұрағым келіп отыр. Шариғат және пәтуа бөлімінің маманы бастап берсе екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағалаға мақтаулар болсын. Енді жалпы бұл Алла тағала Құранда айтқан сияқты: «Я аyyuhalladina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladina min qablikum la'allakum tattaqun». Я иман келтіргендер, сендерге алдыңғы үмметтерге парыз қылынғандай, сендерге де ораза парыз қылынды деді. Біз осы аяттан білеміз, біздің алдыңғы үмметтерге бұл Рамазан оразасы алдыңғы үмметтерге де парыз болғанын осы аяттан білеміз. Бірақ олардың қалай ораза ұстаған жайында бұл хадисте анық баяндалмағаннан кейін біз оның сипатын жаңағыдай бір толық айта алмаймыз. Бірақ алдыңғы үмметтерге де бұл Рамазан айының оразасы парыз етілді. Ораза ұстады. Алдыңғы үмметтердің оразасына келген уақытта кейбір руаяттарда келеді, олар 40 күн ораза ұстағандары, 50 күн, күндеріне байланысты 40 күн, 50 күн ораза ұстағандар жайында айтылады. Кейбір руаяттарда жаңағы Нух алейхиссаламнан бастап 3 күннен бастап ораза ұстағандары. Жалпы айтқанда бұл аятта оның парыз екені келген, алдыңғы үмметтерге де парыз болған келген, бірақ сипат жайында әртүрлі руаяттар келген. Демек, енді бірақ бізбен сол алдыңғы үмметтердің оразасының арасындағы айырмашылықтарда жаңа айтылады, бізбенен пайғамбарымыздың хадисі бар, бізбенен алдыңғы үмметтердің оразасының арасындағы айырмашылық ол сахарлық шуде дейді, сәресілік шуде дейді. Яғни бұрынғы үмметтерде түннің ортасынан бастап оразаны ұстап кететін болған, ал біздің үммет таңертең жаңа сәресін ішіп барып, кейін ауыз бекітетін болған. Сәресін ішетін болған. Оразаның өзге құлшылықтан айырмасы қандай? Енді жалпы бұл Рамазан айын білеміз, бұл әлбетте бұл 12 айдың сұлтаны деп айтамыз. Бұл айда себебі Құран Кәрим, Құран назыл болған, Құран түскен, және де бұл айда қадір түні бар. Ол айда ол түнде жасалған құлшылық басқа түндерде жасалған құлшылықтан 1000 есе дәрежесі көп, яғни 1000 түнде жасалған құлшылықпен тең құлшылық түні бар. Сондай-ақ бұл Рамазан айының оразасының басқа құлшылықтардың айырмасына келетін болсақ, Алла тағала ол жайында айтады: барлық адам баласының басқа құлшылықтар өз үшін, Рамазанның мен үшін дейді, оның сауабын мен беремін дейді. Яғни бұл Рамазанның сауабын, оразасының сауабын ол Алла тағаланың өзі береді. Және де екіншісі, бұл мысалы басқа құлшылықтарда оларға бір жаңағындай бір рия дейміз ғой, жаңағындай рия араласуы мүмкін, мақтан рия араласуы мүмкін. Ал Рамазанның оразасының құлшылығында бұл пендеменен Алла тағаланың арасында болғандықтан кейін оған ешқандай бір рия, еш нәрсе араласпайды. Сондықтан да бұл басқа құлшылықтардан осы жағынан жаңағындай артықша деп айтсақ болады. Жақсы, Алла разы болсын. Енді біз Қанат ұстаздан сұрай отырсақ, осы жарапазан айтамыз ғой, осы Рамазан келгенде жарапазанның шығу тарихында жаңа бабаларымыз діннен алыс болмаған, діннен хабар бар аталарымыз оразаның келгенін осы жарапазан арқылы жеткізген дейді. Енді осының бір қысқаша айтып өтсеңіз, қаншалықты қатысы бар? Жалпы жарапазан сөзінің негізгі арабша түбіріне қарайтын болса, Рамазан келді дегенді білдіреді. Бұл енді қазақ ауыз әдебиетінде кеңінен таралған
оның әдеттерінен болатын нәрсе Рамазанның келгенін алдын ала Рамазан ай кірмей тұрып немесе Рамазанның басында айтылуы. Бұл енді біздің салт дәстүрімізге еніп кеткен нәрсе ғой. Осыдан бірнеше жыл бұрын Рамазан айында умраға бару, кішкентай қажылыққа бару нәсіп етілді. Содан біз Алматыдан ұштық, Алматыдан сәресін іше алмай қалдық. Содан бірнеше кешкі ауызашар жасай алмай қалдық. Сосын сәресінің алдында Меккеде ішерміз деп ойладық. Содан ұшып Жиддаға қондық, кешкі ауызашарды жасай алмай қалдық қой, жолда кетіп. Енді сәресіне ішеміз деп бірінші қонақ үйге тоқтаған кезде қалжырағымыз қонақ үйдің ішінде кірген кезде азан шақырылып жатыр. Келесі күн басталып кетті. Енді азанды естідік, бітті намаз. Сонда ойладық, қаншама шақырым келіп сәресін аз ішіп, кешкі ауызашарды іше алмай жолға шығып кетіп, сәресінде ішеміз ау деген кезде азан шақырылып жатыр. Содан бір-бірім жанымдағы кешіктік деп бәрін оятып жатсам, сол жердегі енді бұрын бұл кішкене бірер жыл бұрын ертеректе болды, сонда күліп жатырды. Бұл бірінші азан оятуға азан дейді. Сонда қандай субханалла қуанып, содан сөйтсек, алғаш барғандағымыз ғой, умраға, кішкентай қажылыққа. Сонда бірінші азан ояту азаны екенді, содан кейін барып нақты таң намазының азаны болады екен. Сонда расында да адамға өте үлкен құлшылығына бір көмек беретін, демеу беретін осындай бір ескертудің түрі, тәсіл. Расында да мысалы енді өмірді күйбең тірлікпен адам жоспарлар болады. Рамазан айы тек қана бір мезгілде болмайды ғой. Бір кезде көктемде болуы мүмкін, қыстан қалай шығам деп қиналып жатқан кезде, күзде қысқа қалай дайындалып жатам деген сияқты адамдар осындай күз, жаз, мысалы басқа бір елді мекен сияқты бір мезгіл тұра алмайды. Бізде мысалы шығысымыздың, батысымыздың, оңтүстік пен солтүстіктің мысалы ауа райының, тұрмыс тіршілігінің бір ерекшеліктері бар. Сол кезде осы жерде жалпы жарапазанның, Рамазан келді деп адамдарды құлақтандыру, және де мысалы егер де уағыз насихат бір мешіттерде белгілі бір жерде айтылса, бұл енді дәстүрмен қазақ енді домбыраға жақын, ән күйге жақын, сол елдің арасында осы Рамазанның келгенін еске салу өте үлкен бір құптарлық іс. Құранда Алла тағала еске сал, еске салу мүминдерге пайдасын береді дейді. Жалпы өмірде де осы нығмет еске алу немесе Алла тағаланың сондай бір Құранда да айтады, Алланың нығмет берілген күндерін белгілі бір мысалы пайғамбардың қауымымен аман есен қалған сол қауымға сол күнді қасиетті Фирғауынның сондай қылышынан құтылған күнді еске ал деп сондай бір еске салу өте үлкен. Міне үлкен құлшылық айы, мүмкіндік айы келе жатыр, соған дайындықпен келудің орны үлкен. Және жалпы осы жарапазанның айтылуының өзінің бірінші кіріспесі болады, одан кейін жарапазанның өзінің мәтіні болады, одан кейін жарапазанның батасы болады. Яғни өзінің айтылу енді мәтіндер әртүрлі болуы мүмкін. Сонда сөздерде келеді, жалпы бай Мұхаммед үмметіңе жарапазан қабыл болсын, оразан ұстаған жан деген сияқты көбінесе осындай сөздер қайырмасы ретінде қайталанып отырады. Жалпы осы жарапазанның сөзінің мәтіні жалпы адамгершілік, ізгілік, әділдік, құлшылық, осы мәселелер, бірлік жөніндегі мәтіндер бар. Сондықтан да міне қазіргі енді бұрын кішкене сонда кеңестік үкімет кезінде мысалы бұл нәрселер ұмыт қалған болатын болса, осы Қазақстан мұсылмандарының басқармасы осы алдыңғы жылдары бірнеше рет осыны ұйымдастырды. Жан-жақтан жарапазанның мәтіндері шығып, сол қайта жанданып жатыр әлхамдулилля. Сондықтан да осы Рамазанның келуімен халықты құлағдандырып, дайындап, ертеңге салмауға, дайындалуға, адамдардың сәресіне мысалы жаңа жылды тойлаған сияқты оған дайындалған сияқты қалыптасқан нәрселер осы сияқты үлкен құлшылыққа дайындалудың алдынан ескертпе ретіндегі үлкен амал, бабаларымыз соны жасаған, біз де жасасақ ол
құптарлық істерден болып есептеледі. алла разы болсын. Енді жаңа кеңес үкіметінің кезінде шын мәнісінде бұны енді үлкендер балаларға айттырған дейді да, мына жарапазан өздері ораза ұсталды деп айта алмаған, енді бір жағынан балаларға айттыру арқылы оразаның рамазан айының келгенін білдірген деседі солай. Сосын мынау балалардың бір ерекшелігі, балаларға енді жарапазан айту, балалар сонша неге құлшынады десе, бұл жарапазан айтқан балаларға сыйлық қалыптасқан. Мысалы жаңа айттық деп жүгіреді ғой, сонда сыйлық берді. Сондықтан балалардың өзі сол сөзді айту арқылы қуандыру, қуану деген сияқты мұсылманның бір үлкен біреуді сыйлық беру өте соның халықтың арасында кең тарауына бір септігін тигізген. Осы бір сый-сияпаттардың да себебі бар да. Келесі рамазанда асығып күтеді дейсіз мысалы. Сыйлыққа байланысты. Алла разы болсын. Енді Құрмаш ағадан сұрағым отыр. Құрмаш аға, сіз үшін рамазан айының мәні қандай, қаншалықты асыға күтесіз мысалы? Әдетінде рамазан айында жалғыз мен ғана емес, бүкіл осы қоғам, біздің қазақ елі, ағайын туыс бәрі бірін қонаққа шақырып ауызашар беріп жатады. Бұл әрине мұсылманды қонаққа шақырып оған ас беру, бұл өзінше бір бөлек, оразаның жағы ауыз аштыру бір бөлек. Кісінің кісімен араласуына, бауырласуына, бір-бірін жақсы көруіне, бір-біріне жаңағыдай тілекші болуына үлкен себеп қой. Енді осындай ай бойы бір күн үзілмей анда да шақырып, мұнда да шақырып, сен де шақырып, ағайын туыс жасап жатамыз ғой, бүйтіп ғыз болып қайнап жатады. Осыны сағынбайтын адам жоқ шығар деп ойлаймын. Ол бір. Екіншіден, ораза айының бір ерекшелігін сенің тек тәніңде емес, рухани жаныңда да бір ерекше бір өзгерістің болуын байқамау мүмкін емес. Ол кез келген адам сезеді, кішкентай балаға дейін жаңа біз айтпақшы. Оны адам сезінгеннен кейін әрине сол нәрсеге адамда сағыныш болады. Оған да тырысасың. Сенің ыждағатың, Құран оқуға, тарауық намазына қатысуға, кез келген құлшылықты ықыласпен, мүмкіндігін пайдаланып көбірек сауапқа кенелуді армандап жүреді адам. Менің ойымша сол рамазан айын сағынбайтын адам, күтпейтін адам кемде кем шығар. Ондай мүмкіндікті, үлкен мүмкіндікті жіберіп алу деген ол енді білмеймін. Қалай айтуға болады? Әлихан ұстаз, қош келдіңіз. Өзіңізден сұрап отырайын. Жалпы енді бірнеше сауалымды қатар қойғым келіп отыр. Осы жаңа оразаға ұстаған адамның осы жәннаттың жаңа райян қақпасынан кіреді деп жатамыз ғой. Бұл тек ораза ғибадатын орындау арқылы жәннатқа кіру мүмкін бе? Және осы ораза тек ішіп жеуден тыйылу ма? Осында бір көрермендерді жеткізе отырсақ. Енді бұл сұраққа жаңағы жоғарыда ұстаздарымыз айтып өтті оразаның маңыздылығын, парыздығын. Құрмаш ағамыз да керемет қазақ дәстүріндегі оразаның орны бар екенін түсіндіріп кетті. Енді бұл сұрақ пайғамбарымыздың айтылған хадисіне негізделіп отыр. Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, жәннатта райян атты қақпа бар. Ол қақпадан тек қана ораза ұстаушылар ғана кіреді. Ертең қияметте ораза ұстаушылар қайда деген кезде түгел ораза ұстаған кісілердің барлық орнынан түргеліп, біз ораза ұстадық деген сынды айтып, сосын бір Аллах Тағала бүкіл ораза ұстағандарды сол райян қақпасынан кіргізіп, хадистің соңында айтқандай, сол райян қақпасынан ең соң ораза ұстаған жан кіргеннен кейін райян жәннатының қақпасының есігі тарс жабылып, ораза ұстағандардан басқа ешкім кірмейді деп пайғамбарымыз өзінің асыл керемет сөзін айтып кеткен. Енді жәннатқа кіру тек қана оразамен ғана емес, бұл ораза сол жәннатқа алып баратын іс-әрекеттің бір амалы ғана. Біздің Айша анамыз да пайғамбарымыздан Алланың салауаты мен сәлем болсын айтқан бір арасында өткен бір кішігірім сұхбат бар. Пайғамбарымыз айтты емес пе? Сіздердің ешқайсыларыңыз Алланың амалдарыңызбен жәннатқа кіре алмайсыздар. Сонда Айша анамыз сұрайды, о Алланың елшісі, сіз де ме деп. Сол кезде пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, мен де жәннатқа амалымен кіре алмаймын, егер Алла Тағала маған рахымын, өзінің кеңшілігін бермесе деп. Сол секілді жәннатқа кіру ол тек қана
амалмен емес, Алланың рахметімен. Біз ораза ұстауымыз да сол жәннатқа бір кіргізетін амалдың бір несі, әрекеті. Ал енді ораза тек қана ішіп жеуден ғана емес, негізгі оразаның анықтамасы әрине осы ішіп жемнен және де төсек қатынастан тыйылу. Әйтсе де пайғамбарымыз екінші бір хадистерін айтып өткен, Алла тағала сендердің тек қана ішіп жеуден ғана тыйылған оразаларыңа мұқтаж емес. Ораза ұстаған жан көзімен де ораза, сөзімен де, бүкіл дене мүшесімен ораза ұстау керек деп пайғамбарымыз өзінің басқа бір хадистерінде біздерге ескерткен. Сол үшін де біздің ислам ғалымдары көп осы оразаға қатысты кітаптар жазып кеткен. Имам Ғазалидің өзі Ихия улумиддин кітабында осы ораза бөліміне арнайлап бір бөлім ашып, соның ішінде оразаға қатысты бүкіл әдептерді, орындау керек болған міндеттерді біздерге көрсетеді. Сол үшін ораза тек қана ішіп жемнен емес, бүкіл денесімен ораза ұстау керек. Жақсы, Алла разы болсын. Енді осы Рамазан айында біздің беретін пітір садақамыз бар. Енді оны көрермендерге айтпасақ болмайтын шығар. Осы пітір садақа біздің осы мазхабымызда уәжіп пе, сүннет пе, және осы фидия садақасы дегенімізде. Жалпы пітір садақа бұл адамның өзінің негізгі қажеттіліктерінен артық мал дүниесі, мүлкі нисап мөлшеріне жеткен адам болатын болса, ондай адамға пітір садақасын беру уәжіп болады. Біздің ханафи мазхабында уәжіп. Яғни ол пітір садақасы негізі өзі мынау бидай, немесе бидайдың жаңағы ұн сияқты бидайдың өнімдерінен, арпадан, құрмадан, мейізден беріледі. Осы 4 түрлі өнімнен пітір садақасы беріледі. Бұл пітір садақасын осы заттарды берсе де болады, бірақ біздің ханафи мазхабында ол заттарды емес, соның құнын берсе жақсырақ деген. Мысалы, яғни мынау бидайдан және оның өнімдерінен 2 килоның мөлшерінде соның құнын береді. Құрмадан 4 кило, арпа мен құрмадан 4 кило соның құнын береді. Және де мынау мейізден 2 кило соның құнын береді. Біз енді оның осы жан-жақтан осы шариғат және пәтуа бөлімі жан-жақтан нелерін алып, жаңағы бағаларын алып, осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы оның несін құнын, ортақ құнын бекітті. Сонда мысалы бидайдан, ұнды аламыз, оннан 535 теңге деп бекітілді. Жаңағы мейізден 4270 теңге болып бекітілді. Және құрмадан 8090 теңге болып бекітілді. Сондықтан да бұл жағдайы келетін адамдар, мысалы нисап мөлшеріне толған адамдар осы 535 теңге берсе де болады. Егер жағдайы жақсы болатын болса адамдардың, олар осы 535 теңгемен шектелмей, жаңағы құрманың, мейіздің несімен, мөлшермен берсе де болады. Ал енді кейбір адамдардың жағдайы болмауы мүмкін, жаңағындай жағдайлары төмен адамдар болуы мүмкін. Оларға осы пітір садақасында беру міндетті емес. Ал беріп жататын болса оқасы жоқ. Кейін жаңағы мынау халық арасында көбінесе мынау қайтыс болған адамдарға беріп жатады, немесе жаңағы іштегі балаға, нәрестегі іштегі ананың құрсағындағы балаға беріп жатады. Бұл негізі берілмейді. Яғни ол дүниеге келген болса, егер сол ораза айт намазына дейін дүниеге келетін болса, сол адамға сол нәрестеге беріледі. Ал енді мынау фидия садақасына келетін болсақ, бұл мысалы адам ауру болуы мүмкін, ауырып науқас, жазылмайтын науқас болуы мүмкін, немесе жаңағы қарт жасына жеткен үлкен апа, әжелеріміз болуы мүмкін, аталарымыз болуы мүмкін, ораза ұстай алмайтын болатын болса, оларға әр күніне осы фидия садақасын беру керек болады. Фидия садақасы дегеніміз ол мынау бір жағдайы жоқ адамның таңертеңгі кешкі тойып жейтін тамағы. Сонда біз осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекітті, ол сол 3000 теңге деп бекітілді. Егер енді кейбір жағдайларда мысалы оған да шамасы жетпей қалуы мүмкін бір адамның, ол жағдайда осы мынау жаңағы 535 ұнның бағасыменен соны төлесе болады, оқасы жоқ. Қанат ұстаз, мынау қазақта ораза, намаз тоқтықта деген сөз бар. Бұл сөздің мәнісін бір ашып берсеңіз, өзіңіз әдебиетке жақынсыз. Жалпы ораза, намаз тоқтықта деп осы сөзді көбінесе бір сынау ретінде қолданып жатады. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадистері бар. Пайғамбарымыз былай деп айтады: "Мен сендерге әуәла адуллукум би афтали мин ас-салати ва-сиями ва-садақати"
деп келеді мен сендерге оразадан да намаздан да садақадан да абзал болған нәрсе туралы айтайын ба дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда сахабалар бәлә дейді, әрине дейді. Енді мысалы амалдардың үлкені ол намаз, мысалы ол ораза, ол садақа. Осыдан да абзал болған нәрсені айтайын ба деген кезде, әрине Алланың елшісі деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ислаху затал байин дейді. Өзара қарым-қатынастарды жақсарту дейді. Яғни мұсылманның өзара қарым-қатынасын жақсарту дейді. Фаина фасада затал байин я хариқа дейді. Ал шындығында өзара қарым-қатынасты бұзу ол жаңағы ұстара сияқты дейді. Ла қулу тахриқу шаб уалейкин тахриқу дин, айтады, мен жаңағы шашты қырқат деп айтпаймын дейді, бірақ дінді қырқат мағынасында. Сонда бұл жерде қарым-қатынасты жақсарту намаздан да деген абзал деген бұл жердегі мағынаны біз дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы кейбір адамдар намаз оқып жүруі мүмкін, ораза ұстап жүруі мүмкін, бірақ барған жерінде мысалы бір жерде бүлік шығарады, немесе адамдардың арасына от салады, әртүрлі сондай бір іс-әрекеттер. Сонда сол амалы сөйтіп жүрген адамның жаңағы оның намазы, сол адамның оразасы, сол адамның садақасы оның құны болмай қалады. Енді ораза намаз тоқтықта деген сөзі көбінесе айтады, сендердің намаз оқып жүрулеріңнің ораза тұтуың ол тоқтықтан болып тұр, әйтпесе қайда деп жүр. Жалпы бұл мәтіннің жалғасы бар да, ораза намаз тоқтықта, ел басына күн туса сәлден қалар боқтықта дейді. Қараңыз, сонда ел басына күн туса дейді. Көбінесе ораза намаз тоқтыққа деп бір қарым тоқтығы деп ойлайды адамдар. Соған не береді, басымдылық береді. Жоқ, бұл жерде екінші сөзі ел басына күн туса дейді. Бұл жерде қарын тоқтығы емес, ораза бұл жерде көңілдің тоқтығы, бастың амандығы, елдің амандығы. Расында егерде бір дүрбелең басталатын болса, сондай бір заманның халықтың басында қаншама заман болады ғой, амандық кететін болса елдің басынан, онда оған бұл жерде жаңағы оразада намазда қиынға түсетіндігін осы сөзбен, қазақтың жалпақ сөзімен түсіндіріп жатыр. Мысалы Ибрахим пайғамбар Меккеге Ажар анамызбен Исмайылды қалдырып бара жатқан кезде Робби жар хадал балада амина дейді. Ей Раббым, осы елді мекенді амандықта ете көрші дейді. Сосын одан кейін оларға рызық бере көр деген мағынаны айтады. Жаңағы бірінші амандық берді. жаңағы Исмайылды қалдырып кетіп жатыр. Негізі оларға рызық мәселесін айту керек. Бірінші амандық мәселесін айтады да, одан кейін рызық мәселесін айтады. Кейбір кезде алдыңда асың тұрса, егер амандық кететін болса, ол адамның өңішінен өтуі де мүмкін. Көбінесе адамдар мысалы қайғысыз қара суға сенеді дейді. Қазақта сондай сөз бар да. Егер уайымға батқан адамның алдында қанша үлкен тамақ тұрса, ол адамның несіне батпайды. Сол жерде ораза намаз тоқтыққа дейін бұл жердегі жаңағы ел басына күн туса, яғни былайша айтқан кезде байтал туы бас қайғы дейді да. Қазақта сондай сөз бар. Адамның басында қайғы болып тұрған кезде ол өте қиын. Сондықтан да бастың амандығы, елдің амандығы осы жерде үлкен нәрсе екендігі. Яғни теңеп отырып құлшылық өте үлкен болса, сол құлшылықтың өзінің үлкен әсері болатындығы көрсетіп отыр. Осылай айтылады. Құрмашаға енді шын мәнісінде жаңағы қанат ұстап айтпақшы, осы бейбітшілік күннің елдің тыныштығында өнерде жүресіздер, гастрольде жүресіздер, ән сапарларда, сондай жағдайларда осы Рамазан айында дөп келіп жатады ғой. Ораза осы уақыттағы оразаны жиі бұзуға тура келе ме? Сосын үйде дастархан басында балаларды осы дінге тәрбиелеу, Рамазан айында ораза ұстауға насихат, сол туралы. Енді барлық нәрсе айтылды. Мен қарапайым тілде, мысалы енді мен жеткізетін болсам, тәуекелшіл адам ештеңеден қорықпайды. Бір Аллаға тәуекел еткен адам тіпті жалғыз өзі шөл даланы кесіп өтуі мүмкін ораза үстінде.
Өйткені кез келген нәрсеге біз ниетпен бастаймыз ғой, ең бірінші ниет қыламыз. Енді біз тұрмақ, біздің айналамыздағы бізді қоршаған қоғам болсын, жаңағы зат, мүлік, дүние болсын, соның барлығын біз үшін жаратқан Алла тағалаға тәуекел еткеннен кейін адамда күмән болмау керек. Және ол тәуекел еткеннен кейін ешқандай қиыншылықсыз өтеді деп ойлаймын. Оразаның тоқшылығы бар деп айтып жатады, Рамазан айының өзінің берекесі бар деген, осының бәрі осы жерге кіріп кетеді деп ойлаймын. Мен енді өзім басымнан өткен нәрсе, Рамазан айында 2000-ші жылдар қыстың күні Қазақстанның мына суық аймақ жағын шығыс Қазақстан Семей облысын арладық. Оның үстіне жаңағы әскери бөлімшелер, полктарды, гарнизондарды арладық. Мен өзім қорғаныс министрлігінің орталық ансамбльда жұмыс жасап қызмет етіп жүрген кезім. Біз 20 күнге жуық жолда жүрдік. Сонда күніне кей кезде болды бір 50-60 шақырым, күніне 130-180 шақырымға дейін қарапайым баяғы советтің замандағы автобуспен жүрдік. Соның ішіндегі бір 20 шақты адам ішінде 5 адам ораза ұстап жүрдік. Бір қызығы, біз ораза ұстаған адамдар жай барақат тып-тыныш үйде жүргенде қалғандар қылш жаурайды жаңағы. Қанша жаңағы тамақ ішіп алса да, не қылса да. Бізде бәрі керемет бір қызық жағдай болды. Мына Аягөз қаласынан Сарыөзекке қарай пойызбен шығатын болдық. Ауыз ашатын мезгілде жаңағыдай жағдай сияқты. Дәп сол ауыз ашатын кезде халық кіріп жатты, ана плацкартный вагон жерде бір керемет жағдай жоқ, ол жерде тамақ ішетіндей де жағдай жоқ. Су қайнамаған, әйтеуір бірдеңке қылып су ішіп, біреу балалар бір бішінайдан таратып, бір кәмпиттен ауыз аштық. Сөйтіп азанда Сарыөзектен түсетін кезде тура ауыз бекітетін уақытқа кез келді. Күн деген 40 градус, қатты суық, дала қарып тұр. Сол қонақ үйге келсек, сөйтсек қонақ үй бізді күтпеген, енді ол шалғай жер болғаннан кейін от жағылмаған, салқындау кішкене күте тұрыңыздар, біз түннен бастап от жақтық деп фойеде отырып қалдық. Сол жерде біреуді жаңағы кипятильник дейді, оны тоққа тығып шай қайнатып, бір кесе жаңағы бесеуміз бір кесе шай ішіп алып, тәуекел деп ауыз бекіттік. Сонда таңғалып, енді мен үшін ол бір керемет таңғажайып нәрсе болды. Кешке дейін қарын ашпайды, жаурамайсың, шаршамайсың. Кешке қарай сосын сол жаңағы біз барған полктың қолбасшысы бізге арнайы ауыз аштырып, сондай осындай керемет нәрселер өте көп кездесті сапарларда. Өзім сапарға шыққан тіпті жақсы көремін, ораза кезінде қуанам. Сапар болса бір міндетті түрде жақсы адамдармен кездесесің, біреумен жақсы сапарлас боласың, әңгіме дүкен. Сосын пойызда жүретін болсаң, ол жерде кітап оқуға үлкен мүмкіндік. Енді Рамазан айының ең бірінші орындағы кітап ол әрине Құран кәрім. Енді кез келген сауатын ашқан адам хатым жасап, Құран оқып жаңағы тырысады ғой. Сол сияқты енді жолда жүргенде көбінесе сапарда жүрген кезде сол кітапты ұстап кітап оқығанға мүмкіншілік. Қабыл болсын ниеттеріңіз. Мен енді медет ұстазды біз енді шақырып отырғаннан кейін шариғи мынау сұрақтарды қойғым келіп отыр. Өзіңізге осы күйеуі мынау рұқсат бермей жататын кездер болады осы әйеліне ораза ұстауға. Сондай жағдай. Парыз ораза ғой. Иә, осы парыз оразаны не істейді? Осы мектептегі балиғат жасына толған балалар бар, ораза ұстап жатады, ата-аналары рұқсат бермейді. Сондай жағдайда не істейді? Осы бір сауалдарыңызды айтып өтсем өзіңізге. Мынау әйел адам енді күйеуіне бойсынуға міндетті. Сол сияқты мынау жас балалар да, енді балалар да өзінің ата-анасын құрметтеуге, бойсынуға шариғатымызда бұйырылған. Енді мынау жалпы оразаң өзі парыз болып бөлінеді, нәпіл жаңағы қосымша жаңағы оразалар болып бөлінеді ғой. Жалпы нәпіл оразаларды әйел адам негізі күйеуінің рұқсатымен ұстау керек. Яғни күйеуінен рұқсат сұрап барып, кейін барып ұстау керек. Ол жайында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадистері де бар. Пайғамбарымыз жаңағыдай күйеуінен сол рұқсат сұрап барып, нәпіл оразаларды ұстау керектігі жайында айтылған негізі. Ал енді мынау парыз ораза бұл Алла тағаланың бұйрығы болғандықтан бұл уақытта бұл әйел адам бұл уақытта күйеуіне тұтпа десе де ұстайды. Яғни ол
ораза болсын, намаз болсын, бұл Алла тағаланың парызы. Біреудің қарсы болуменен оның парыздығы жойылмайды, ол парыз болып тұрады. Сондықтан да бұл уақытта жақсы бір мәміле қылып, күйеуінен жаңағыдай бір жақсылап түсіндіріп, ол әйел адам өзінің парыз болған оразасын ұстай береді. Енді мынау жас балаларға да келетін болсақ, жаңа біз айтамыз ғой, жалпы балиғат жасап болып қалады мектепте бітірейін деп жатқан. Мысалы өзі Рамазанның оразасы балиғат жасына жеткен, ақыл есі дұрыс, әрбір мұсылман ер мұсылман әйелге парыз. Сондықтан мына балиғат жасына жетуменен бұл парыз болады. Мектепте оқиды мысалы, 12 жаста болуы мүмкін, ол парыз, 15 жаста болуы мүмкін, әртүрлі ғой, жағдайға қарап ол жаңа балиғат жасына жетеді. Сондықтан бұл уақытта жетуменен оған парыз болады. Сондықтан бұл уақытта мысалы ата-анасы қарсы болуы мүмкін, мұғалімі қарсы болуы мүмкін. Дұрыс, ата-анасын құрметтеу керек, мұғалімін құрметтеу керек. Бірақ Алла тағала парыз қылған нәрселерде жаңағыдай дұрыстап түсіндіріп, өзінің оразасын ұстап кете береді. Көптеген ата-аналар бұл уақытта көбінесе мынау жаңағыдай бір жат ағымдармен шатастырып қалуы мүмкін, сондай нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде бұл балалар жаңағыдай бір ортаға бір жақсы имамды салып, немесе бір дінді жақсы білетін адамды салып, сол әке шешесіне жақсылап түсіндіру керек болады. Сөйтіп оразасын ұстап, иншалла. Мен бір сауал қоса кетсем, көбінесе бала емізетін аяғы ауыр келіншектер қалай айтсам болады, өкініп жатады. Мен қатарында мысалы 2 жыл сайын 2-3 баланы босандым. Енді ораза ұстайын десем аяғым ауыр, енді ораза ұстайын десем емізулі. Оны 2 жасқа дейін емізу енді хақысын беру, бірнеше ораза. Біз мен айтамын, тәуекел кейінді ұстайсыз ғой, енді бала неғаннан кейін. Сөйтсем енді бір Алла біледі, қанша ғұмыр өсіп қарыз болып мойнымызда қалып кете ме деген осындай қандай халықтың көкейінде жүрген сұрақ осы да, аналарға. Енді жалпы бұл біздің ислам діні жеңіл дін ғой негізі. Мынау аяғы ауыр әйелі болатын болса, немесе омыраудағы баласы бар әйелі болатын болса, сол өзінің денсаулығына немесе баласының денсаулығына бір зиян жететін болса, ол уақытта шариғатымыз рұқсат береді. Яғни аузын ашып, жаңағыдай аузын ашып, кейін бір жағдай келген уақытта ораза ұстап беруге рұқсат береді. Ал мысалы егер аяғы ауыр әйел бір ораза ұстап оған ешқандай зиян болатпайтын болса, баласына да ешқандай зиян жоқ болатын болса, сол сияқты омыраудағы баласы бар әйел, мысалы баласы бір тамақ жейтін жасқа жетіп қалатын болса, немесе 6 айдан асып кетті мысалы, немесе ораза ұстайды, бірақ жаңа сүті жақсы шығып тұр. Ол уақытта ол кісілерге ұстап оразасын ұстай берсе болады негізі. Соған жағдайға қаралады бұл жерде. Қарыз күйінде қалып кетеді. Ал енді ол егер ораза ұстамаса, ол қарызы сол күйінде қалады. Яғни баласы өскен жаңағыдай бір еткеннен кейін, жағдай болғаннан кейін, ол міндетті түрде сол қарыздарын ұстап беру керек болады. Яғни бағанағыдай үлкен зейнет жасына келген кісілер сияқты жаңағыда фидия ол кісілерге жүрмейді. Ол зейнет жасында емес бұл жерде. Енді денсаулығы болмаса, біреу зейнет жасына шығуы мүмкін, бірақ денсаулығы мықты, ол ұстайды. Бірақ уже мүлдем фәни дейді ғой, уже өлімге жақындап, шамасы жетпейтін адамдар болады ғой, мүлдем шамасы жетпейді. Сол уақытта оларға фидия садақасын беру сол уақытта рұқсат. Құрмаш аға, мен жаңа айтып отқанда шын мәнісінде Рамазан айының бір ерекшелігін айттыңыз ғой, осы айдағы ықыласпен ұстауға, басқа Рамазан біткеннен кейін қарыздарды ұстауға келген адам ерініп кетеді ғой. Сол сияқты ол қалып қоюы да мүмкін ғой негізі, жиналып. Мына Әбдіхан ұстаз өзіңізден де сұрап отырайыншы, осы имам Ғазали, Алла рахметін алсын, ораза иманның жартысы, оған берілетін сауап, өлшеу және есеп заңдылықтарынан шығып кеткен дейді да. Неліктен бұл енді құлшылықты осыншама жоғары деңгейге көтеріп отыр? Жоғарыда айтып өткенімізде имам Ғазали өзінің Ихия әл-Улумиддин кітабында ораза бөлімінде осы айтылғандардың бәрін қамтыған. Бұл айтудағы негізгі мақсаты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар. Ас-сауму нисфу сабр деп. Ораза сабырдың тең жартысы дейді. Ас-сабру нисфул иман дейді. Ал сабыр болса иманның тең жартысы дейді. Сонда оразаның өзі иманның 4/1 бөлігіне тең келіп тұр. Ал енді екінші бір құдси хадисте
алла тағаланың сөзімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерге жеткізген бүкіл адам баласының жасаған ізгі амалдардың барлығы өздері үшін, тек қана ораза мен үшін. Оразаны ол мен үшін ұстады, сол үшін оның сыйын мен беремін дейді. Сол үшін де алла тағаланың қияметте, жәннатта болсын біздерге жасырып қойған ең үлкен сыйы. Оны ең жақын, Аллаға ең жақын болған періштелердің өзі, адамдарға тура жолды көрсетуге келген пайғамбарлардың өзі оның не екендігін біле алмай кеткен. Сол үшін де бұл оразаның сыйы өлшеусіз. Оның тек қана сыйын Алла өзі береді. Осы тек қана Алла үшін біз ішіп жемнен, халал нәрселердің өзінен тыйылсақ, ал енді осы Алла үшін тыйылған сыйы тек қана қияметте Алланың өзіне жасырын тұрған бұл сыр. Алла мен пенденің арасындағы сыр. Өйткені жаңа жоғарыда айтып өткендей, намаз оқысақ, қажылық жасасақ, зекет берсек, оның барлық адамдар оны сырттан көріп бақылап отырады. Алайда бұл оразаны ұстап жүрген адамның ораза немесе ораза емес екендігін біз ажырата алмаймыз. Тек қана ол Алламен арасындағы ниет арқылы жасырын тұрған сыр болған екен. Оны сырды Алла өзі иншалла, Құдай қаласа баршамыз сол жәннатқа кіргенде сол сыйды алып, Алланың өзімен жолығып, жоғары бір сый сияпатқа кенелеміз деген үміт баршамызда бар, Құдай қаласа. Енді Рамазан Құран айы деп жатамыз ғой. Осы айда Құран оқудың және садақа берудің сауабы туралы аз-маз айтып өтсек көрінеді. Енді бұл Рамазан әуелі Құран түскен ай. Пайғамбарымыз осы қасиетті Рамазан айында Жибрил періштемен отырып, Құранды толығыменен хатым қылып, әр Рамазанда осылай жасап отырған. Ал енді пайғамбарымыздың өзі осы қасиетті Рамазан айында Құранды Жибрил екеуі толығымен хатым қылып отыратын болса, одан кейінгі өмір сүрген сахабалардың көзін көрген табиғиндер, оның көзін көрген атбаға табиғиндердің барлығы жасап жатқан іс-әрекеттерін немесе құлшылықтарын және де жаңа айналысып жатқан бүкіл ғылымдарын тоқтатып, Рамазан айында тек қана Құранға мән береді екен. Өйткені бұл Құран осы Рамазан айында түскеннен кейін, Рамазанда оқылған Құранның жөні бөлек. Оған берілетін сый одан да бөлек. Пайғамбар хадисін айтқандай, сіздердің оқылған Құрандарыңыздың әрбір әріптеріне 10 сауап деген. Мен ол жерде алиф, лям, мим дегенде бір әріпте емес, керісінше алифтке 10, лям әріпіне 10, мим әріпіне 10 деп біздерді пайғамбарымыз Құран оқуға қызықтырған. Сол үшін де біздің Қазақстан жерінде де бүкіл ислам әлемінде Рамазан ай келген сәтте бүкіл мұсылман халқы бір имамның артында сап тізеп, иықтарын бір-біріне тигізіп, толығымен қарияларымыздың артында Құранды хатым қылып, сол хатымға барынша қолдан келгенше атсалысып, Құранға деген махаббатымызды біз көрсетеміз. Ал енді бұл айда көп нәрсе еселенеді деп айтып жатырмыз. Құран оқысаңыз, оның сауабы еселенеді. Зікір айтсаңыз, стихфар айтсаңыз, пайғамбарға салауат айтсаңыз, оның барлығы есептеледі. Оның сыйын тек қана жаңағы бір ғана Алла біледі. Сол үшін біз өзіміздің Қазақстан Республикасында бүкіл ораза ұстап жүрген азаматтарды, бауырларымызды, жамағатымызды осы айда мейлінше көбірек мешіттерде болып, Құран оқып, қарияларымызбен тығыз байланыста болуға шақырамыз. Әрбір амал 10 еседен 700 есеге дейін еселенеді дейді. Енді өзіңіз ойлап қарасаңыз, бұл сан өте ауқымды сан болып кетеді. Енді бұл біздің алдымыздағы сан. Адамдар білетін, қолдан жасалған сан. Ал енді Алланың алдында ол сан жүрмейді. Оның сыйы өте жоғары мол болады, Құдай қаласа. Қанат ұстаз, енді өзіңізді сөзге тарта отырайын. Осы енді ораза айында, осы Рамазан айында шайтандар кісенделеді дейміз. Бірақ осы жаман істер жалғасып жатады. Осыны көп сұрайды, неге жамандық Рамазан айында жалғасып жатады деп. Бұл жерде жалпы ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сендерге Рамазан келді, берекелі ай келді, бұл айда шайтандар кісен, жәннаттың есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылып, осы шаятин, марадат шаятин деп айтыпты. Азғырушы, қырсық, қыңыр шайтандар кісенделеді деген хадис бар. Енді кімде-кім бұл айдың хайырынан махрұм қалса дейді, және қол жеткізе алмаса, ол көп нәрседен қол үзгені, айырылғаны деген мағынадағы пайғамбарымыз хадис бар. Енді бұл хадисті көптеген адамдар шарықтаған кезде, және бүкіл шайтандар кісенделеді деген сөзді әртүрлі шарықтаған. Бұл жерде марадат, қырсық, қыңыр шайтандар деп айтқан дейді.
бұл бір ой болатын болса, шайтандардың үлкендері болатын болса, басқалары да жаңағы сіз айтқан сияқты кейбір кезде Рамазан айында да көптеген күнәлі істер жасалынуы мүмкін. Егер бәрі кісенделсе, олар қалай болады деген сияқты мәселелер туындап отыр. Сондықтан да кейбір ғалымдар осы бір бөлігі деп айтқан. Кейін жалпы енді бүкіл шайтанға жауа беретін неміз, мысалы Құранда Юсуф сүресінде Алла тағала мен өз-өзімді ақтамаймын, шындығында нәпсі жамандыққа итеруші деген аят бар. Жалпы адамның өзінің нәпсісі бар, нәпсінің ішкі тәрбие деген нәрсе бар, азғыруы. Одан кейін адамның енді әртүрлі мінез құлықтары бар, исламға жат деген сияқты, немесе ішкі қалау еркі деген нәрселер бар. Осылардың барлығы енді шайтандар кісендіргенмен шайтандар кісендірді, бірақ адам сондай бір оғаш қылықтар жасап жататын болса, мүмкін нәпсінің itергені болуы мүмкін, немесе бір көңіл қалауы, құмарлығы басып сондай істерге алып кетуі мүмкін. Ал жалпы енді кісенделеді деген мағына адамдардың көбі бұл айда құлшылықта болады. Сол құлшылықтар арқылы шайтандардың азғыруы жаңағы немесе мұсылмандарға әсер етуінің күші азаятындығын айтады. Сондықтан да жаңағы енді жалпы халық болып осындай бір үлкен құлшылық қой, ел болып ұстаған кезде жаңа жоғарыда айттық, ағамыз айтып отыр ғой, Рамазан айында халықпен ұстаған кезде жеңілді, одан кейін қазаларын өтеу қиын деген сияқты. Сондықтан да жалпы халық ізгі амалдарда жүрген кезде адамның қоғамға ол сезіле бастайды. Сондықтан да осы тұрғыдан жаңағы осы сауаптың көп, мейірімділіктің көп жасалуына өзі шайтанның жаңа күнделікті көріп жүрген іс-әрекетті азғыру арқылы келіп жатқан жаңағы амалдарды біз көзден таса көрмейтін боламыз. Сондықтан да осындай жаңа, сондықтан да жалпы енді оразаның да негізгі мағынасы жаңағы ұстаздарымыз айтып өтті ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам зури деп келеді хадисте. Кімде-кім жаман сөзін тоқтатпаса, оған жаман амалын тоқтатпаса дейді. Қараңыз, жаман сөз де болуы мүмкін Рамазан айында, жаман амал да болуы мүмкін да. Алла тағаланың оның тамақтан, сусынан тыйылғаны қажет емес дейді. Қараңыз, сонда бұл жерде шайтан емес, сөз, жаңағы амал әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да біз енді оразаны тек қана таңнан кешке дейін құрбысқа ашығы немесе қатынастан ғана тыйылу емес, жалпы оразаның негізгі тыйылу ғой, жамандылық атаудан, дұрыс емес жаңағы тыйым салынған нәрселерден тыйылу, осы нәрселер көзделеді. Сонда осы нәрселерге көңіл бөлінетін болса, иншалла шайтанның амалдары қоғамда жаңа сейіледі. Енді осы Рамазан айында тарауих намаздарын оқимыз. Тарауих намазының сауабы қандай, бару қаншалықты парыз, сүннет және қадір түні бар осы айда. Неліктен ғалымдарымыз 27-ші түннен іздеді, дәлелі қандай? Енді жалпы тарауих намазының үкімі бұл бекітілген сүннет. Бұл ер бола ма, әйел бола ма, әрбір мұсылман адамға бұл бекітілген сүннет. Яғни оны мешітке барып оқу, ол мешітке барып оққан жақсырақ. Егер бір себептер мешітке бара алмайтын болса, оны үйде де оқыса болады. Енді бұл жалпы жаңада айтып жатырық қой, біз Рамазанда жасалған жалпы амалдардың бәрі сауап еселеніп беріледі деп айтып жатырық. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар: "Мән қама Рамазана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих" деген. Кімде-кім осы Рамазан айында намазбен өткізетін болса, түнгі намазбен өткізетін болса, оның бұрынғы өткен күнәларының бәрі кешіріледі деген. Сонда осы ғалымдарымыз осы түнгі намаздан мақсат осы жерде осы тарауих намаздар деген, яғни тарауих намазын мен өткізетін болса, оның алдың күнәларының бәрі кешіріледі. Енді бұл жалпы тарауих намазы, бұның сауабы өте мол. Бұл бұрынғы өткен салих кісілердің жалпы барлық мынау хулафа рашидин әділ халифалардан келе жатқан бекітілген сүннет болғандықтан бұны
біз ләжі барынша осы мешіттерде хатым болған жерлерде орындағанымыз жақсырақ болып есептеледі. Енді бұл жаңада осы хадисте тағы айтылады, келесі хадисте айтылады, мән қома ләйләтәл қадр дейді да, кімде кім қадір түнінде тұратын болса, иманан уахтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Кімде кім қадір түнінде Алла тағалаға иман келтіріп, Алла тағаладан сауапты үміт етіп тұратын болса, оның өткен күнәлар кешіріледі дейді. Осы қадір түнді айтып жатыр. Бұл қадір түнде білеміз, бұл Алла тағаланың кәләмі, Құран Карим түскен. Және де бұл осы қадір түні, енді бұл жерде қай күні келетініне байланысты әртүрлі нелер, руаяттар бар. Бұл жаңағы осы Рамазан айы бойы іздеу керек деген кейбір ғалымдар айтқан. Кейбір ғалымдар айтқан осы Рамазанның ақырғы 10 күндігінде іздеу керек деген. Кейбір ғалымдар ақырғы Рамазанның ақырғы 10 күннің тақ күндері іздеу керек деген, яғни 23-і, 25-і, 27-сі деген сияқты тақ күндері. Және де бір 26-сынан 27-сіне қараған түн деп айтатынымыз бір хадистерде келеді. Бір үлкен жастағы кісі пайғамбарымызға келіп сұрады дейді. Я Алланың елшісі, мен осы жасым кәрі кісі, енді жасым барып қойған кісі, мен осы Рамазан айының қай күні қадір түнін күтсем болады деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз осы 26-сынан 27-сіне қараған түнді айтқан. Одан басқа да жаңағы мынау қадір түнінің, қадір сүресінің түсуіне де байланысты, мынау ол сүреде жаңағындай қадір сөзі 3 рет келеді. Соны ала отырып та кейбір ғалымдар осы мынау 30 күннен 3 күнді алып тастап, 3 қадір несін алып тастап, және де осындай нелерге қарап отырып та осы қадір несі түні 27-сіне келеді деп кейбір ғалымдар сонымен де жорамал жасаған негізі. Бірақ жалпы ақырғы тақ күндердің бәрінде іздегеніміз дұрыс. Себебі пайғамбарымыз білесіздер, ақырғы 10 күндікке итикафқа отырған. Осы қадір түнін сай түсейін деп осы итикафқа отырған. Сондықтан ақырғы 10 күндікте іздегеніміз дұрыс болады. Қосымша бір қоса кететін мәселе, көбіне қазір енді Рамазан айы, барлық адамдар сәресіне де, ауызашарға да, дастарханға сан түрлі тамақтарды қою үрдіске айналған ғой. Көбінесе осындай сол ауызашардың дастарханына қатты мән беріп, кейін жаңа жоғарыда айтқан таралықтарда, мешіттерде көрінбей қалатын мәселе бар. Сондықтан да жалпы Рамазан айының өзі ерекшелік, тарауық тек қана Рамазан айында ғана оқылады. Оразаны қосымша ауызашар жасап сауап ала беру ол бола береді. Сондықтан да кімде кім ауыз аштыратын болса, мүмкіндігі болатын болса, жамағаттың келген қонақтардың намазына, мешітке баруына, осы Рамазан айында мешіттер мен жүректерінің байлануына бір себеп болса, соған ыңғайлап солай жоспарланса өте керемет болады. Көбінесе мысалы адамдар жалпы мынау Рамазанның ашуды сезіну, ол да бір даналығының біреуі ғой. Кейде қатты той болады, таңертең қатты той болады, күндіз түскі тамақты ішпегенде ғана бір сезімде ғана болады. Таралықта ешқандай тұрмаса, онда расында да мынау Рамазанның негізгі мақсаттарына қол жеткізе алмай қалуы мүмкін. Сондықтан да осы Рамазанда бірнеше уақыт имамның артында тұруы, жалпы мынау қадір түні деп айтып жатырмыз. Қадір түнінің қадірлі қылған нәрсе Құран болса, сол Құранды тыңдайды, қарилар оқып жатыр. Өте үлкен мүмкіншіліктер, мешіттерде жағдайлар. Қазір міне Аллаға шүкір, автобустар арнайы мешіттерде, үлкен мешіттердің жандарында бірнеше, бас мешіттің өзінде де 5 автобус жұмыс істейтін болады. Қараңыздар, яғни келген жамағатқа қолайлы үйлеріне бару. Сондықтан да осы жерде мешітке кәсрату хута мәсәжид деп келеді. Көп мешітке қадам басу деген оның сауабы, мешіт пен жүректің байлануы, үйде оқыған намаз бен мешітте оқыған намаздың айырмашылығы өте зор. Сондықтан да осы тыңдаушы көрермендер, жалпы халыққа осы айда жалпы әке мен бала отырып бірге намазға баратын болса, қарилардың артынан бірге дұға қылатын болса, мысалы Мұса пайғамбардың дұға қылады, Мұса пайғамбар. Сонда Харун пайғамбар әмин деп жаңағы тұрады. Дұға қылған кім? Мұса пайғамбар. Кім Харун болса, әмин деп тұрады. Сонда Алла Тағала Құранда айтады, фәстәжәбнә ләһум, біз олардың дұғасын қабыл еттік дейді.
сон дұға қылған бір адам бірақ жанындағы әмин деп тұр, бірақ ол екеуінің дауатакума дейді, дауатакума дейді, Құранда айтады, сен екеуіңнің дұғаларың қабыл болды дейді. Дұға қылған бір адам, екіншісі тек қана әмин деп тұр, бірақ Алла тағала айтады, екеуіңнің дұғаларың қабыл болды дейді. Сонда мысалы бұл жерде қарилар Құран оқылғаннан кейін, тарауих оқығаннан кейін қаншама дұға қылады, халық әмин деп тұрады. Ол дұға біздің қабыл болса, өміріміздің қаншама адамның армандары бар. Мысалы Алла тағала осы жерде сәби сұрап жатқандарға сәби бере көр, жолын аша көр деген сияқты. Сонда өте мүмкін. Яғни мешітке таза арғып, Алланың алдында құлшылық еткен жақсы адамдар көптеп жиналады. Қазақта 40-тың бірі Қыдыр деген сөз бар. Сондықтан сол мешітке қартай ыңғайлап ауызашар мәселесін, сәресі мәселесін соған мешітпен байланыстырып, уақыттарында сол дастарханның үстінде енді әрине Алла разы болсын, оның сауабы да өте үлкен. Бірақ мешітке кедергі болмаса, өте нұр үстіне нұр болар еді деген бір ұсыныс пен өтініш бар еді. Мен айтып қалдыңыз ғой, дастархандар мол болады деп. Осы айда енді кешке дейін аш жүріп, сосын жаңағы кешке қарай тамаққа тойып алып, одан кейін құлшылықта мәні кейде азайып кететін сияқты, тарауихтарға тойып алғаннан кейін. Мысалы адам әртүрлі ғой. Мысалы бір адам бір кішкентай бір-екі тілім нанға тойып қалуы мүмкін. Бір адамның өміріне, оның жаңағы күндізгі жіберген күшіне байланысты көп тамақ қажет етіледі. Сондықтан да енді әрине пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы тамаққа байланысты жаңағы асқазан үшке бөлу деген бір бөлігі тамаққа, екіншісі суға, үшінші ауаға деген немесе пайғамбарымыз біз сондай бір қауымымыз қарнымыз ашпай тамақ жемейміз дейді. Егер жейтін болсақ, онда тоймаймыз деген хадистер бар. Оны біртіндеп келе беретін нәрсе, бірақ енді жалпы қуаныш кейбір кезде біз айта алмаймыз. Дастарханға жақсы дастархан қойып, мұсылман жалпы қуандыру деген ол әдемі нәрсе ғой. Мысалы адамның жақсы көрген тамағын дастарханға қойып жатса, әрине қара сумен, қара нанмен де аша берсе болады, бірақ бұл жердегі қонақтың күтудің өзі ол иманнан екенін пайғамбарымыз айтады да, оның сауабы да өте үлкен. Бірақ бұл жердегі мәселе жаңағы уақытқа байланысты. Дастархан енді кеңдікпен жаңағы неге байланысты ғой, мүмкіндікке байланысты. Алла разы болсын. Енді Құрмаш ағадан да сұрап отырайыншы. Осы Құрмаш аға қазіргі уақытымызда енді шектеліп қалыпты. Көпшілікке еріп ораза ұстап жатқан жастар, жеткіншектер қызығып, соларға қандай өзіңіздің ойыңызды қосасыз? Еріп ұстап, ниет емес, бірақ соған бір қызығып ұстап жатады. Бәрекелді деймін, тек қана қуанамын ондайға. Өйткені қандай мәселе болса да, әйтеуір себеп болса, мен үшін ол қуанышты жағдай. Кез келген біреулер жаңағыдай анау да ұстап жатыр, мынау да ұстап жатыр, достарым ұстап жатыр. Яғни достары, таныстары бір-біріне себеп болады. Бұл менің ойымша тек қуанатын жағдай. Жақсы ғой. Иә. Сол ораза арқылы оның ары қарай оның иманын күшейіп, ол барлық түзеліп кетуіне, барлық жаңағы парызды орындауына себепші болуға енді ең үлкен мүмкіндік бар Рамазан айы. Оған тек қуанамын енді. Аллаға шүкір. Әділхан ұстаз, енді біздің енді уақытымыз да таяп қалыпты. Осы оразаның 3 деңгейі болады деп жатамыз ғой. Таңдаулылардың таңдаулы ұстайтын ораза туралы біздің көрермендерімізге жеткізсек, қандай деңгей мысалға? Оразаны біздің ислам ғалымдары 3 деңгейге бөліп қарастырған. Біріншісі қарапайым қатардағы мұсылмандардың тұтқан оразасы. Олар тек қана оразаның негізгі парыздары ішуден, жеуден, сусындан, сосын жаңағы жыныстық қарым қатынастан тыйылса, ол жаңағы ең төменгі ораза деп айтады, деңгейі. Екінші деңгейлі ораза, бұл жерде жаңағы жоғарыдағы айтылғанға қоса, адам өзінің ниеті дұрыстай отырып, және де оразадағы тыйым салынған амалдардан қашып, яғни өсек айтудан, ғайбат айтудан, біреудің көзбен бөтен біреуге сұқтанып қараудан тыйылып ораза тұту. Бұл ортаңғы деңгейлі ораза. Үшінші деңгейлі ораза деген жаңағы арнайы жекелеген жоғарғы деңгейдегі
ғалымдардың немесе жоғары деңгейдегі ұсталатын ораза дейді. Ол жоғарыдағыларға қосымша жан тәнімен, ішкі бүкіл жан дүниесімен, ниетімен, харам нәрселерден толық тыйылған халде, ішуден де жеуден де бүкіл нәрседен тыйылып ұсталған ораза дейді. Ал осының ішіндегі ең жоғарғысы, ең жақсы ұсталатын ораза осы соңғы айтылған жоғарғы деңгейлі ораза деп айтады. Енді арамызда бірінші деңгейдегі және екінші деңгейдегі ораза ұстап жүрген адамдарда болуы мүмкін. Біз оларға айтамыз, сіздің оразаңыз дұрыс, ешқандай қам жемеңіз, қорықпаңыз, бірақ негізгі мақсатың жаңағы жоғарыда айтылып өткендей үшінші деңгейлі оразаны ұстауға асығу керек. Жылдан жылға жаңағыдай көш жүре түзеледі дейді ғой. Бірінші жылы осындай болса, екінші жылы одан да жоғары деңгейге бір қателігін торлап, келесі бір жылға жақсы бір ниетпен дайындалса, Құдай қаласа оған да қол жеткізеді. Ораза біздерде пендені тақуалыққа жетелейді дейді ғой. Ораза арқылы біз қалай тақуалыққа жетеміз? Иә, жаңа жоғарыдағы Құрандағы айтылған аяттың соңғы бөлігінде де ораза ұстау мұсылмандарға парыз етілді. Сол ораза ұстау арқылы сіздер тақуалыққа қол жеткізесіздер дейді. Алла Тағаланың өзі Құран кәрімде оразаны иманға байлап жатыр. Иман мен ораза өте бір-біріне тығыз байланысты. Тақуалық деген сөз біздің ғалымдарымыз өздерінің кітаптарына көп оны анықтамаларын берген. Негізгісі ол жаңағы Алла Тағаланың харам еткен нәрселерінен толығыменен тыйылып, Алла Тағаланың бұйырған әмірлерін толығымен орындау осы харам тақуалық қой есептеледі. Және де имам Абу Ханифаның өзі де Құран кәрімдегі я юханнас уттақу, адамдар тақуа болыңдар деген аяттың өзінің әл-Уасия кітабында үш тілі түсіндірген. Бұл жерде бірінші Аллах Тағала ислам дінін ұстанбайтындарға әмину, сендер иман келтіріп Аллаға бойсыңдар деп айтады. Я юхаллазина аману, енді иман келтіргендер, сендер Аллаға қалай тақуалық қыласыңдар десе, ва атиу, сіздер Аллаға бойсыныңыздар. Бойсын деген сөз жаңағы жоғарыда айтқандай харам нәрседен тыйылып, бұйрықтарын орындау. Ал енді үшінші деңгейдегі адамдарға айтылған, сендер ықылас танытыңдар. 200 адамдар. 200 адамдар болса, оларға жаңағыдай ықыласлық танытып, Аллаға қорқынышпен жаңағыдай толық түрде тақуалық жасап бойсыныңыздар деп түсіндіреді. Негізгі тақуалық енді қысқаша осылай. Алла разы болсын. Енді хабарымыздың соңында бір қысқаша осы Рамазанның мәні, мағынасы туралы бір ой айтсаңыздар. Рамазан айы сауап айы, көптеген мүмкіндікті бағаналы бері айтылғандықтан мейлінше қолдан келгенше қандай мүмкіндікті пайдалана отырып, қандай да болса көбірек сауап табу, ол яғни ең бірінші жаңағы жоғарғы деңгейдегі оразаны ұстауға, тақуалыққа жету, одан кейін себепші болу, тағы біреудің ораза ұстауына дегендей барлық амалдарды пайдаланып жаңағы үлкен сыйға әрекет ету, ниеттену, үміттену. Осындай мүмкіндікті жібермеу ең үлкен жақсы амалдың бірі деп ойлаймын. Жалпы бағана айтылды ғой, оразаның барлық адамның амалдары құл үшін, ораза мен үшін деп айтады. Жалпы ораза, мысалы намаз оқыған адамның көреміз, қажылық қылғанын, тағы да біз көрінетін құлшылық болса, ораза көрінбейтін сыр құлшылық болып есептеледі. Сыр деген ол ішкі дүниемен байланысты нәрсе. Сондықтан да Рамазан айында осы ішкі дүниенің сыр құлшылықтарды көбейтетін болса, жасырын садақа, жасырын бір жақсылықтар жасау, бұл енді тақуалыққа жаңа жоғарыда айтты ғой, мына екіжүзділіктен алыстауға себеп болатын амалдардан очып деген, өзіне таңғалу деген, тоқмейілсу деген қазақтың жаңағы айыпталған мінез құлықтары содан арылуға себеп. Сондықтан да осы ішкі дүниенің бір жоғары деңгейге жетуіне себеп болатын ай. Алла Тағала сол ішімізді де сыртымызды да көркем етуді нәсіп етсін. Қияметте Алла Тағала айтады екен, яума тугулас сарайыр, ол күні сырлардың барлығы ашылады дейді. Қиямет күні сыр деген бұл жердегі ішкі дүниенің кім үшін болғандығы, сол амалдардан оның астарында не көзделгені білінеді екен. Сондықтан да Рамазан осы шынайы сол сыр құлшылығы болатын болса, ішкі дүниенің бір үлкен деңгейін жеткізуіне біз де тырысуымыз керек деп ойлаймын. Алла разы болсын. Жалпы бұл Рамазан айы бұл адамды тәрбиелейтін ай, адам өзін тәрбиелейтін ай, медресе ай деп атамыз. Сондықтан адам бұл айда өзін барынша жақсы жаққа тәрбиелеу керек.
ғалымдарымыз айтады, кімде кім бір жақсы істі бастағысы келсе, жаман істі тастағысы келсе, осы Рамазан айында бастасын дейді. Яғни бұл қандай бір жаман істі тастағымыз келсе, осы Рамазан айында тастауымыз керек. Қандай бір жақсы істерді бастағымыз келсе, осы Рамазан айында бастауымыз керек. Сондықтан мынау тағы ғалымдардың сөзі бар, кун роббаниян уәла такун рамаданиян дейді. Яғни не дейді, құдайшыл бол дейді, иә. Бірақ мынау рамазаншыл болма дейді. Мысалы кейбір адамдар болады, Рамазан айында бір жақсы амалдар істеп жүреді да, Рамазан бітісіменен жаңа жаман амалдарын қайта бастап кетеді. Иә, сондықтан осы айтқым келетіні, осы Рамазан айында бір қандай бір жақсы амалды бастаған болсақ, сол Рамазаннан кейін де жалғасын табу керек. Енді Рамазан айы біз үшін Құран айы. Рамазанда осы басқа айлардан гөрі Рамазан айында көбірек Құранға мән беріп, біздің ғалымдарымыз айтады, кім Алламен байланысты жасағысы келсе, фаалейкум бил Құран, ол бірінші Құранға мәміле қандай болса соған қарасын, Құран оқысын, Құранмен мәмілесін түзесін. Және де көп ұстаздарымыздан, ғалымдарымыздан естіп жүргендей, Осман ибн Аффанның айтқан сөзі бар, егер сіздер Құран оқыған кезде ләззатын тататын болсаңыздар, Құран оқудан ешқашан шаршамаушы едіңіздер деп. Яғни сол біздің иманымыз сол Құранмен байланысты, ал Құран Рамазанмен байланысты. Енді барлығы бір-біріне тығыз байланысты болғаннан кейін, бұл айда көбірек Құранға дұрыс мән берсек иншалла. Алла разы болсын баршаңызға. Бүгінгі біздің мынау Рамазан айына арналған подкаст жобамызға қолдау көрсетіп келгендеріңізге Рамазан айының Алла тағала сауабын толықтай алуды иншалла өздеріңіз айтып өттіңіздер, нәсіп болсын. Осы айда сауапты амалдарыңыз көп болсын. Ғалымдарымыз Рамазан айы келгенде садақада кең болыңдар дейді. Өткен Рамазанда берілген садақа Алланың жолында жұмсаған садақамен тең деген. Сондықтан бұл айда барша көрермендерімізге, тыңдармандарымызға осы айды жақсылықпен, сауаппен өздерін тақуалыққа жеткізуге иншалла нәсіп болсын. Аман болыңыздар. Рамазан айы айға жете берейік. Барлық амалдарымыз оңнан болсын. Қадірлі көрермен, амандықта жүздескенше.